Құрметті әріптестер, құрметті оқушылар, біздің бастағалы отырған Python бірінші деңгей курсымызға қош келдіңіз. Алла жазса, ертең бастаймыз және де 30 күн бойы сіздермен қарқынды жұмыс істейміз. Күніне 1-2 сағаттан кем дегенде сіздер мүмкіндігінше қолдарыңыздан келгенше уақыт бөліп отыруға тырысады деген үміттемін. Алла жазса, Python'ды 0-ден бастап функцияларға дейін толық қамтып, 100-ден астам практикалық тұрғыда есептер шығарып отыратын боламыз. Жалпы білетін бар, білмейтін бар, өзімді кішігірім таныстырудан бастайын. Мен 4-ші буын педагогымын, және де менің әкемнің атасы, үлкен атам қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі болған. Одан бөлек 2 атам да мектеп директоры болған. Әкем дене шынықтыру мұғалімі және де спорт тренері. Әлі күнге дейін өзінің қызметін атқарып келеді ол кісі. Мен де өзім информатика пәнін саналы түрде таңдап, мұғалімдікті 12-ші жыл өз қызметімді атқарып келемін. Осы уақыттың ішінде кішігірім өзім жетістіктеріме атай кететін болсам, микрофонды сөндірсек бола ма екен? Гүлмира ханым, кейін қосасыздар, сұрақ қойған кезде, жауап берген кезде. Рахмет сізге. Жалпы өзім мұғалімдікті саналы түрде таңдағаннан кейін өзіме биік мақсаттар қойдым. Солардың бірі аттестация еді. 3 жылда ол кезде қазіргі жаңа не жоқ. Ол кезде получается екінші, бірінші высшая категория, сол жоғары категорияны 3 жылда аламын деген өзіме өте қиын, орындалу мүмкін емес бір мақсат қойдым, бірақ та Алланың қалауымен сол мақсатқа жеттім. Одан кейін келесі жылы 2018 жылы педагог шебер атандым. Кейін 2020, уже былтыр емес, алдыңғы жылы 2024 күзінде педагог шебер категориясын растадым. Мұғалімдікті таңдаған кезде өзіме биік мақсаттардың бірі ол үздік педагог атану еді. Өзіме 5 жылдың ішінде атанамын деген мақсат қойғам. Бірақ та Алланың қалауымен 5 жылдың ішінде емес, 8 жылдың ішінде, бірінші попыткадан емес, 3-ші попыткадан әйтеуір маған нәсіп болды. Және де Алланың қалауымен 2024 жылы тоже Алтынсарин төс белгісіне ие болдық. Бұл жерде, в принципе, Ғани Бектайұлы ол кездегі министр, алдыңғы министр не істеген болатын. Үздік педагог атанған педагог шеберлерге Алтынсарин төс белгісі берілсін деген сондай бір Алланың қалауымен алдық. Жалпы бұл менің басты өзінің жеке кәсіби жетістіктерім, бірақ та бұл жетістіктерге жетуім бір күнде болмады, оңай болмады. Және де көрсетіп отқаным, біріншіден танысайық, екіншіден сіздер де ұзақ мерзімді өздеріңіз дамытсаңыздар, осындай неге жетістіктерге жетесіздер деген сеніммен, тәжірибемен бөлісіп отырмын. Жалпы бұл жетістіктерге жетудің ең басты менің өмірлік қағидам, ол өмір бойы білім алу. Осы қағида маған септігін тигізді деген ойдамын. Өзім 2014-16 жылдары информатикадан магистратурамды бітірдім. Одан кейін өзім IELTS тапсырып көрдім. Өзім үшін C1 деңгей, 7-0 түрік тілінде. В принципе, осы деңгейде білеміз. Өзім Қарағандының тумасымын. 2005-2010 жылдары Қарағанды, ол кезде қазақ түрік лицейі, қазіргі Білім лицейінде оқыған едім. Сонымен қатар көптеген облыстық, республикалық, халықаралық біліктілікті арттыру курстары, семинарлары, воркшоптарына қатыстым. Соның ішінде шетелдік жаңағы Бебрсқа байланысты Түркия, Италия, Венгрияда өткен воркшоптарға қатысып, сол кездегі Бебрстың сұрақтарына сарапшылық жасаған едік. Енді өзімде, яғни үздік педагог атану үшін негізгі мақсат сол еді. Кәсіби жетістіктер керек болды портфолиоға, сол себептен де әртүрлі олимпиадаларға қатыстым. Оның ішінде екінші импакт, яғни Жалтыков олимпиадасында, одан кейін мұғалімдер категориясында Роболендта, одан кейін педагогтардың шығармашылық сайыстарында, дарынды балаларға талантты ұстаз сайысында, педагогикалық идеялар фестивалінде осы сайыстарға қатыстым. Бірақ Алланың қалауымен барлық қатысқан сайыстарға жеңімпаз атануға нәсіп болды. Бірақ та әрине мұғалімнің жетістігі ол бірінші кезекте шәкірттердің жетістігі. Бұл жерде де Аллаға шүкір, артқа қараған кезде соңғы 12 жылдың ішінде халықаралық, республикалық, облыстық сайыстарға оқушылардың 500-ден астам рет қатысып, 300-ден астам жүлделі орындар алды.
Мен жалпы өзім пәндік олимпиада, ғылыми жоба, робототехника сайыстары бойынша бағыт аламын. Және де соңғы 3 жыл болды ұбт-ға информатика қосылғалы бері осы ұбт-ны да жоғары сынып оқушыларына үйретіп келемін. Мынау кішігірім фотолар сол сайыстардағы, мынау инфоматрикс деген биылда болатын сайыс. Мынау яғни робототехника сайыстары. Енді біз сіздермен Python-ды 30 күннің ішінде өте жақсы деңгейде ала жазса меңгерейін деп жатырмыз. Бірақ та бұл курсты бастамас бұрын, жалпы мысалы сіздер оқушы болсаңыздар, IT-ға барайын деп жатсаңыздар, IT-ға бармас бұрын ең бастысы не үшін мен IT-ға барғым келеді, ол маған не береді, немесе мұғалім болып жатсаңыз не үшін мен мұғалімдікті атқарамын, немесе мұғалімнің ішінде мен не үшін именно олимпиаданы жетік меңгергім келеді деген сұраққа жауап беру өте маңызды. Неге? Өйткені мынандай бір өзіме тіркес салдым, бағыты жоқ кемеге ешқандай жел оң болмайды. Орысша айтқан кезде никакой ветер не будет попутен кораблю, который не знает, куда путь держит, да? Яғни біз қай жаққа не үшін бара жатқанын нақты білу керекпіз. Ал мысалы дайындықты қалай бастаймын, қай тілді үйренуім керек, қай жерде үйренемін, олар деген ол екінші кезектегі, екінші қатардағы сұрақтар. Ең маңызды сұрақ бұл мен не үшін бастаймын. Неге? Өйткені мұғалімдік болсын, олимпиада болсын, ұбт-ға дайындық болсын, бағдарламалауды үйрену болсын, бұның барлығы спринт емес, яғни 100 метрлік 1-2 күнде, 1-2 аптада, 1-2 айда тіпті бітетін нәрсе емес. Бұл шынымен де марафон, яғни ең бастысы сіздердің өте тез жаңағы қарқынды бір аптаның ішіне, бір айдың ішіне көп есеп шығару емес, бұны әдетке айналдыру, осылай даму. Енді неге? Себебі бұл егер де бағдарламалауды алатын болсақ, қате жаңағы шығарылған есептерде болады, шешімін табылмай жатқан уақыттарда болады. Осындай кезде мотивация азаяды. Және де сол мотивация азайған кезде жасаған нәрсенің әрі қарай алып, оны тастамау үшін түпкі мақсатыңызды және де саналы таңдауыңызды біліп, осы екі нәрсе сіздерді алға сүйрейтін болады. Енді жалпы мен айтып отырмын ғой, мына жақта біреу жазып отыр, қарастырайын, мүмкін кімдер болуы мүмкін ба? Так, жалғастыра берейік. Енді мұғалімдігімнің алғашқы жылы өте қызық болады. Неге? Себебі алғашқы жылында мен өзім IT-ді бітіргем. Осындай қызық нәрсе. Себебі 2010 жылы мен ұбт-дан 125-тен 120 балл алдым, алтын белгі болды. Кез келген университетке түсуге мүмкіндік болды, бірақ та мен өзім Қостанайдағы білім инновация лицейінде тәрбиеші болғым келді, параллельно университетпен оқып жүріп, сол себептен де мұғалім болғым келді. Ата-анам мұғалім болуды қаламады. Себебі өздеріңіз білесіздер, 2010 жылы өздері мұғалімдер болып тұрып, мұғалімдер әулеті бола тұрып қаламаған себебі ол жылдары мұғалімнің беделі де, жалақысы да өте көп емес еді, өзінің сөздің қысқасы. Алайда олардың көңілдеріне қарап IT-ға бардым, бірақ та мен оларға айтпасам да бірінші курстың өзінде нақты білдім. Университетке бармай тұрып нақты білдім. Мен IT-ді бітіргеннен кейін 4 жылдан кейін информатика мұғалім болатынымды. Оларға кейін уақыт келген кезде айтамын деп шештім өзіме. Сөйтіп IT-ді бітірем, информатика мұғалім болам, бірақ та мамандық бойынша IT-ді бітіріп мұғалім бола алмайсың, сол себептен сразу магистратураға түсем мұғалімдіктің. Және де алғашқы жылында IT-дағы оқыған нәрсе бір бөлек, одан бөлек жаңағы информатикада үйрететін нәрсе басқа бөлек. Өте ауыр болды, өйткені бәрін жаңадан бастап үйренуге тура келді, басқаларға үйрету үшін. Одан бөлек лицейлерде ағылшын тілінде сабақ беріледі. Ол жаңағы материалды сабаққа дайындалғаннан бөлек ағылшынша сабақ беруге дайындалып, түнгі 2-3 кейін отыратын күнде. Бірақ та Аллаға шүкір, 8 айдың ішінде осы алғашқы мұғалімдік жылының 8 айдың ішінде осы мектепшілік бағдарламаның барлығын бітірдім. Ол кезде 7 мен 11 арасы бүкіл сыныптарға мен сабақ берген едім. Сол әйтеуір мектепшілік бағдарламаны бір оқу жылының соңында бітіріп, мұғалімдігімнің бірінші жылының соңында ғана алғашқы олимпиадаға қадамдар жасай бастадым. Яғни ең алғашқы қарапайым A+B есептерін мұғалімдігімнің
бірінші жылдың соңында ғана бастадым. Яғни мұғалім бола тұра бастадым, және де ол кездері жанымда 8-10 сыныптың оқушылары болатын, олимпиаданы білетін, мысалы да, бағдарламалауды білетін. Мүмкіндік болса, 10 сыныптың оқушысы жақсы біледі, мен содан сұрайтынмын. 10 сыныптың оқушысы болмай қалған кезде мен 8 сыныптың оқушысынан сұрауға ұялмайтынмын. Яғни айтқым келгені не? Біз мұнда бірге жиналдық, және де мұнда көбінесе мұғалімдер, бірақ та оқушыларымыз да бар. Айтқым келгені, менің жаңағы осы жетістіктерге жетудің бір себептерінің бірі, наверное, то, что мен ешқашанда сұрауға ұялмайтын білмеген нәрсемді. Қазақта сөз бар, өзің білмесең кісіден сұра, үлкен білмесе кішіден сұра. Яғни 8 сыныптың оқушысынан оп-оңай қарапайым есепті сұрауды мен ұят көрмейтінмін. Өйткені сөйтіп, сондай нәрсемен мен 2015 жылы, осыдан 10 жылдан асты, ал мұғалімнің алғашқы жылында, соңына қарай, апрельде мен алғашқы есебін шығара бастадым. Осы 11 жылдың ішінде мен негізінен осы екі сайтта жұмыс істеймін. SMP сайтында 1230 есеп шығарыппын, Codforce сайтында 154 есеп шығарыппын, барлығы 1600 есепке жуық. Яғни қазір мен графиктарды көрсем, қалай шығарғанымды айтқым келген нәрсе, бұл 11 жылдық, 12 жылдық еңбек. Яғни бұл еңбек не үшін нәтижелі болды? Себебі мен нақты бағдарламалауды не үшін үйрену керек екенін білдім. Біріншіден, өзім үйреніп, оқушыларға үйрету үшін, екіншіден, оқушылармен бірге әртүрлі сайыстарға қатысып, білімді шыңдау үшін, үшіншіден, өзімді мұғалім бола тұра, болашақта өзінің IT бағытындағы білімді дамытып, IT бағытында да жұмыс істегім келді. Бұл арманым да орындалды. Соңғы 2 жыл IT саласында жүрдім, өзім стартапымды аштым. Кейін ол жобадан шығып, долямды сатып, өзінің ұнайтын білім саласына қайта келіп отырмын. Яғни мақсат анық болған кезде біз ұзақ мерзімде өте көп нәрсеге жете аламыз. Мысалы, қазір жаңа жыл болып жатыр. Жаңа жылға мүмкін біреулеріңіз мақсат қойған шығарсыздар. Мен биыл мынаны үйренемін, мынаны істеймін, мынандай тірлікті бітіремін деп. Бірақ та мынандай бір қызық идея бар. Біз қысқа мерзімде не істей алатынымызды астыра бағалаймыз. Яғни переоцениваем. Мысалы, бір жылдың ішінде мен мынаны бітіріп тастаймын деп мақсат қойып аламыз да, жылдың соңында отырамыз. Мынаны жасамадым, келесі жылы мүмкін, мынаны келесі жылы деп. Ал бірақ та егер де біз бір жылға емес, мысалы, бірнеше жылға, 3 жыл ма, 5 жыл ма, 10 жыл ма мақсат қойсақ, бұл кезде біз мақсатымызды жай ғана эмоциямызға белгілеп қоймаймыз да, санамызға сіңдіріп қоямыз. Сол кезде біз как раз таки ұзақ мерзімде не істей алатынымызды жете бағалаймыз. Недооцениваем. Біз ұзақ мерзімде қандай заттарды біз бітіре алатынымызды. Бірақ та біз ұзақ мерзімді мақсат сол үшін керек. Қайда бара жатқанымызды нақты білу үшін, не үшін бара жатқанымызды білу үшін. Сол кезде алла жазса, бүкіл жаңағы өзіміздің мақсаттарымызға жетеміз. Енді мынандай тағы да қызықты сайт, статистика қараңыздар. SMP сайтында екіге бөлінеді, рейтинговый, не рейтинговый, және де көптеген есептер C++ тілінде шығарған. Неге? Өйткені C++ жалпы олимпиада программированияға ең мықты тіл. Бірақ та қазіргі таңда Pythonнан бастау керек, Pythonмен республикалық деңгейге дейін жетуге болады. Әрине, халықаралық деңгейлерде уже C++-ті меңгеру шарт, өйткені ол жақтағы есептер не істеу керек? Ол жақтағы есептерді нақты білу керек. Яғни сол жерде жаңағы C++ тезірек жұмыс істейді. Олимпиадада уақыт өте маңызды. Бірақ та бұған қарамастан IT саласындағы проектім Python тілінде болды. Және де как раз таки осы Python тілімен мен алғашқы IT саласына өзіме жаңағы қаражат таптым да. Осындай бір қызықты нәрсе. Және де содан кейін барып, как раз стартаптағы білімді қолданып, осы Pythonдағы үлкен проекттер жаздым. Сол проекттерді жаңағы білімді қолданып, осы именно Python'ды жаңадан бастап, негізі менде курсым бар. 29 сағаттық Python'ның курсы бар. Мұғалімдер болсын, оқушылар болсын, осы уақытқа дейін бірде-бір ренішін білдірген жоқ, барлығы риза. Ең мықты курстардың бірі сол, өйткені программиринг жалпы сұранысқа ие, және де ол прям өте күшті жазылған. Бірақ та мен сол курсымды қайтадан жаңадан жазуға бел будым. Неге? Өйткені ол курсым 3 жыл бұрын жазылған, қазір мен стартаптағы IT саласында тәжірибем бар. Осының бәрін біріктіріп, сіздер мысалы
оқушылар болсаңыздар, болашақта ұбт тапсыратын болсаңыздар, осы Pythonды нық білетін мұғалім болып аттестациядан тестін өтсеңіз де осы Python сұрақтарына сенімді түрде жауап беретін, және де оқушы бола тұра, мұғалім бола тұра олимпиадамен айналысамын десеңіз де осы Pythonда осы жаңағы фундамент қойып беру үшін. Яғни бұл курстың 3 мақсатты бірге орындайтын бірегей шешім жасағым келді. Және де бұл жерде қызықты нәрсе, сайтта жалпы 300 мыңға жуық адам рейтингта тіркелген. Мен сонда жаңағы 139 орындамын. Жалпы мына жақта қызықты факт қандай? 1141 не бар екен да, есеп шығарғам. Ойлаңыз, 677 есепті 1141 рет шығардым. Не деген сөз? Жалпы бағдарламалаудың ең күшті жері, бір есептің тек қана бір шешімі ғана жоқ. Оны біз былай да әртүрлі жолмен шеше аламыз. Шектеу де жоқ, мына жолмен міндетті түрде шешу керек деген. Сол себептен де мен шығарған кезде былай болса қалай болады, былай болса қалай болады деп эксперименттер де жасадым, және сіздерге де осы бір ғана жаңағы шешімді шеше салып, болды мен шығардым емес, басқаша қалай шығаруға болады, ойланыңыз. Кейін мысалы шешкен күннің өзінде де менің мұғалім қандай жолмен шешті, Нұрхан ағай қандай жолмен шешіпті деп мен де жолымды қараңыз. Мен де сіздерге үй жұмысын талдауын жасаған кезде тек қана бір ғана жолды емес, әр есептің шығарудың бірнеше жолдарын көрсететін боламын. Сол себептен де осы нәрсені біз сіздерден дамытамыз. Бірақ қызықты нәрсе тағы да не? Мынау мен дұрыс шығарғаным, мынау менің қате шығарғандарының қоссақ, менің қате шығарған попыткаларым дұрыс шығарған попыткаларымнан көбірек. Не деген сөз? Қате міндетті түрде болады. Оған ұялмау керек. Оны қате бұл дамудың процесінің бір бөлігі. Солай қабылдауымыз қажет. Міндетті түрде қате болады, міндетті түрде қиналамыз. Бірақ та біз қателеспей тәжірибе жинамаймыз, біз қиналмай, біз дамымаймыз. Яғни сол себептен де мынау цифралар осы нәрсені айқын айтып тұр деген ойдамын. Ал Кодфорд сайтында осы принцип 354 есеп шығарыппын осы уақытқа дейін. Енді мен осы сайттардан бүкіл жаңағы немді біріктірдім, даналардың алдында біріктірдім, осындай бір график жасадым. Қараңыздар, 11 жылғы жол, алғашқы жылдардың прогрестерін көріңіздер да. Яғни бұл именно шығарылған есептер саны. Басында баяу, кейін уже кішкене уже неге баратыр, я? Егер де бұл прогрессті былай бөлсек, марафон дегеннің себебім, біз міндетті түрде әртүрлі басқа да мақсаттарымыз болып қалады, басқа жұмыс шығып қалады. Сол себептен де 11 жылдың ішінде көріңіздер, алғашқы жылы бастадым, мына жерде басқа нәрселер болды, кейін қайттан есіме түсті, бірақ та мен нақты олимпиаданы арасында мысалы тастап кеткен күннің өзінде де программированияны жалпы постоянно шығарып отыр. Неге? Өйткені мен нақты білем, маған бұл нәрсе керек екен. Не үшін керек екенін де мен өзіме нақты жауабымды білем. Және де мына жақтағы соңғы жылдары не үшін? Себебі мына жақта завуч болдық, администрацияда жүрдік, IT саласында жүрдік, уақыт болмады. Мына жерде қайттан қолға ала бастадым. Неге? IT саласында жүріп, тем более искусственный интеллект қолданып, кейбір нәрселерді уже еріне бастады екенсің, өзін шығармай искусственный интеллектке бере салады екенсің, өйткені білесің да, мен әйтеуір шығара аламын деп, мен уақытын жолытпай қояйын деп ойлайсың да. Ал бірақ та мен өзім шығара алмайтын есептерді шығару үшін талпына бастадым қайта. Неге? Өйткені қазіргі уақытта ешқандай да бір ақпараттың жетпейтін дәуір емес. Ақпарат жетеді, интернет бәрімізде бар. Одан бөлек жасанды интеллект деген сиқыр қолымызда бар. Яғни біздің немізге сиып кететін, қалтамызға сиып кететін, кез келген кезде 24/7 бізге жауап бере алатын осындай бір күшті дүние бар. Және де бұл дүниеден бізде жұмыс істей білу керек. Яғни біз бір нәрсені білмей жатсақ, әсіресе есеп шығару кезінде жай ғана дайын шешімін сұрай салмау керек. Маған бірінші подсказка берші, екінші подсказка берші, тағысын тағы да. Жалпы осы есептерді шығару барысында да берген үй жұмыстарына мен сіздерге әрбір есепке бір емес бірнеше подсказкалар беріп отыратын боламын. Яғни бұл есептерді шығарған кезде сіздер өздеріңіз қалып қоймайсыздар. Подсказкалар болады, одан бөлек ең соңында еще авторлық шешімі мен қалай шығардым сол да болады. Яғни максимальный бүкіл поддержка болатын болады. Тағы да бір қызықты кейс көрсеткім келіп отыр. 2019 жылдың май айы
Және де осы мамыр айының басында қараңыздар, бір есепті мен 3 күн бойы шығарыппын. 3-ші мамыр күні кешкісін бастадым, шығара алмай сол есеппен жаттым. Кейін келесі күні ол есепті күні бойы ойландым, тағы да бір есеп шығардым, бірақ та бұл жерде уже уақыт шектеуіне өте алмады. Сол есеппен шығара алмай тағы да жаттым. Екінші күн сол есеппен ойланып ұйықтадым, келесі күн сол есепті оянып тұрдым, сол есеппен, және де уже прогрессті көріп жатсыздар, көрдіңіздер ма? Кейін 3-ші күннің түскі уақытында ғана бұл есепті шығардым. Шығарып қойғаннан кейін де қоя салмадым, былай шешсем қалай болады, былай шешсем қалай болады, былай бола ма екен, әртүрлі жолдарын қарап, өзіме жаңағы көптеген нәрсе үйрендім да. И бұл есеп жалпы графтардан бөлек рекурсымен қатты маңызды байланысты тақырып еді. Және де рекурсымен білгенмен, қаншама есеп шығарғанмен, осылай 3 күн бойы қиналып шығарған бір ғана есебім маған рекурсияны өте терең деңгейде түсінуге мүмкіндік берді. Яғни, айтқым келгені, қазір, тем более искусственный интеллект, ChatGPT бар, Gemini бар, яғни жасанды интеллект дәуірінде оңай нәрсеге жүгіре салуға өзімізге тыйым сала білуіміз қажет. Бұл маңызды. Өйткені егер де біз миымызға нагрузка жасамасақ, ChatGPT-ні айтқанмен, мысалы Gemini-ні айтқанмен, басқа жаңағы жасанды интеллекттерін айтқандармен жүре берсек, біздің, яғни кейін уже біздің өзіміз де қажет болмаймыз болашақта. Не ретінде, маман ретінде. Неге? Өйткені зачем маған маман ретінде біреуге беруге, егер де ол тек қана Джон жұмысы ChatGPT-ден сұрау ғана болса. Мен оданша ChatGPT-ді алайын, оған 100 есе 1000 есе арзан төлейін, зато ол соның жұмысын жасасын. Яғни біз уникальный бола білу керекпіз. Ол үшін біз өзімізге жаңағы шынымен де шынайы мақсатымызды нақты біліп, және де өзімізді алдамай, өзіміз үшін жұмыс істеу керекпіз. Мына жерде отқандарыңыз барлығы осы жерге саналы түрде келгендеріңіз, сонда да өзіңізге не үшін бұл нәрсені жасап жатырмын деп тағы да бір өзіңізді есепке алып сұрасаңыздар артық етпейді. Және де мен сіздермен осы вебинардан кейін мұғалім болсаңыз да, оқушы болсаңыз да, бағдарлама болсын, олимпиада болсын, сізге қандай көмегі тиеді, қандай жолдар ашады, осы жайлы телеграм каналымда кішігірім мақалалар жазған, сол мақалалармен сіздермен бөлісем, қызық болса оқып аласыздар. Енді жалпы енді курс бойынша келейік. Курс бойынша келмей тұрып, не болмасын, қалай монолог болмасын, диалог болсын. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойып отырсаңыздар. Жалпы курс емес, осы мүмкін тәжірибемен бөлісу мақсатында бір-екі сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады, немесе жалғастырсақ болады. Қалай жалпы? Жалғастыра берейік па? Сұрақтарыңызды соңыңызға қоясыз, тогда хорошо. Жалғастыра беріңіз. Енді осы курсты жаңағы 30 күн бойы болады. Әрқайсыларыңыз күніне 1-2 сағат уақыт бөліп отыруға барыңызды салыңыздар. Өте көп нәрсе үйренесіздер. Арасында мүмкін болып қалады, тығыз күндер, үлгермей жатасыздар, бірақ та ол кезде сол өткен уақыт бөле алмаған күндердің қарызын жаңағы өтеп, сол нелерді уақытылы жаңағы әрқайсысын үлгеріп отыруға тырыссаңыздар, өзіңіз үшін күшті. Әрине, бұл курсты мен сіздерге тек қана биылғы оқу жылы емес, 2 оқу жылына да пайдалы болсын деп 1 жылға беріп жатырмын доступты. Бірақ та қазір бәрімен бірге бір темпте бұл курсты бітірмесеңіздер, кейін әлі 1 жылым бар, әлі 9 айым бар, әлі 6 айым бар, әлі 3 айым бар деп уақыт өте береді. Кейін аяқтау, бітіру қиындай бастайды. Сол себептен де мүмкіндігінше, как раз Рамазанның қарсаңында бұл курс бітеді. Осы курсты жақсылап тұрып, Рамазан алдында өзіміздің білімімізге инвестиция жасайық. Енді өтетін тақырыптар болса 0-ден бастап бұл функцияларға дейін, оның ішінде енгізу шығару операторлары, айнымалылар мен деректің түрлері, арифметикалық және жолдық операциялар, математикалық функциялардың әрқайсысына тоқталамыз, шартты және ерекшелік операторлары болсын, салыстырмалы логикалық операторлары болсын, циклдар болсын, шарттың ішінде шарт, циклдың ішінде цикл деген күрделі құрылымдар болсын, жолдар, оның әдістерімен өтеміз, бөлшемді тізімдер мен картеждер және сол тізімдердің әдістерін өтеміз. Сол тізімдердің
сіздермен қолданатын функцияларды өтеміз және өзіміздің функциямызды жасай алып, сол функцияны қолданумен осы курсымызды аяқтайтын боламыз. Практика жағынан келетін болсақ, осы тақырыптардың барлығынан общий қосқан кезде 100-ден астам есеп шығарамыз. Көбінесе біз SMP сайтында есеп шығарамыз, бірақ аптасына бір рет Codforce сайтында да есеп шығаратын боламыз. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері жаңа тақырыптарды жіберіп отыратын боламын. Жаңа тақырыптарды кешке дейін жіберемін, бірақ та қолымнан келсе әр күні ертеректе жіберіп отыруға тырысамын, бірақ та әр тақырыпты кем дегенде кешке дейін жіберемін. Кейін сіздер сол тақырыпты көргеннен кейін дүйсенбі күні, сейсенбі күні 2 күн үй жұмысын жасап, осы жаңа тақырыпты бекітуге мүмкіндік болады. Және де келесі күні түстің кезінде сол есептерге мен подсказкалар жіберемін. Сол подсказкаларды қарап, шығарылмай жатқан есептеріңізді тағы да өздеріңіз шығаруға тырысасыздар. Кейін сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері мен сіздерге сол үй жұмыстарын шығарудың өзімнің жолымды көрсетіп жіберемін. Және де сіздерге өтініш, егер де сіздер өздеріңіз шығарған күннің өзінде де, бұл есеп оп-оңай деген күннің өзінде де менің шешімімді қараңыздар. Неге? Себебі ол жерде мен әртүрлі қыр-сырларын, әртүрлі лайфхактарды көрсететін боламын. Сөйтіп, яғни біз бір аптаның ішінде 3 жаңа тақырып өтеміз, және де әр тақырып бойынша 3 үй жұмысын орындаймыз. Үй жұмысын орындауға 2 күн уақыт беріледі. Екінші күні бізде сол үй жұмысына подсказкалар беріледі, және де сол үй жұмысының видео сабағы, яғни қалай шығару керек, авторлық шешімі беріледі. Енді бір апта осылай өтеді. Аптаның соңы жексенбі күні біз Codforce сайтында 2 сағаттық осы өткен тақырыптар бойынша бір емтихан жасаймыз. Сол емтиханда как раз таки сіздер бір-бірлеріңізбен бір уақытта жарысасыздар. Мәселен, үй жұмысы болсын, кейін жаңа тақырыптардың видеоларын қарау болсын, бұл нәрсені уақытқа қатты тәуелді емес, өздеріңізге ыңғайлы уақытта жасай бересіздер. Неге? Өйткені бұл аптаның іші. Әркімнің расписаниясы әртүрлі. Ал және бірақ та жексенбі күні таңертең 10 мен 12 арасы біздерде жаңағы контест болады, сол контестте барлықтарыңыз бір уақытта қатысасыздар. Қатыса алмай қалғандар әрине болады, олар мүмкіндік болса ол контестті кейіннен өздері де үй жұмыс ретінде қатыса берсе болады. Және де жексенбі күні осы кешкі уақытта біз не істейміз? Сіздермен кездесіп, осы өткен аптаның жаңа тақырыптар бойынша сұрақтар болса, үй жұмыстар бойынша сұрақтар болса, соларға жауап береміз. Одан бөлек біз сіздерге осы Codforce'та болған емтиханның талдауын бірге отырып талдаймыз. Және де сіздердің жалпы сұрақтарыңыз болса, кеңес керек болса, сол сұрақтар беріп, сіздерге кеңес беріп, барынша қолдау жасаймыз. Одан бөлек тек қана аптасына бір рет тікелей эфир ғана емес, біздің өзіміздің телеграм чатымыз бар, барлықтарыңыз сонда отырсыздар. Аптаның ішінде де сіздерге барынша қолдау жасап отырамыз. Сұрақтарыңыз болса, сол жақта қойып отырыңыздар. Менің көмекшім бар, өзімнің оқушым, қазіргі студент, екеулерім сіздерге барынша қызмет жасауға тырысамыз. Жалпы осы, тағы да бұл жерде қандай моменттер бар? Курс соңында біз осы тақырыптардың барлығы қамтылған финальный бір контест жасаймыз, және сол контесттің сосын талдауын сіздермен курс аяқталғаннан кейін тағы да бір соңғы рет тікелей эфир жасап, соның бәрін қорытындылайтын боламыз. Жалпы жаңа SMP Codforce платформаларында жұмыс істейміз. Бұл SMP және де Codforce платформаларында қалай тіркелу керек, қалай жұмыс істеу керек бойынша тоже видеосабақтар сіздерге жіберілетін болады. Одан бөлек онлайн питонды қолдануға болады. Мынау сілтеме, кейін бұл нәрсені мен барлықтарыңыз сіздермен бөлісем. Және де офлайн түрде компьютерға жүктеп алып, оны да қолдансаңыздар болады. Жалпы айтып отқаным, егер де ең оңай жолы ештеңе компьютерға орнатқым келмейді десеңіз, браузердан да бұл нәрселерді, есептерді шығарып үйрене беруге болады. Енді маңызды нәрсеге келейік. Курстың жалпы қалай болатын жайлы айттым. Курс бойынша сұрақтар бар ма? Форматы бойынша.
сұрақ қоюға бола ма? Әрине. Және сіз атаған тақырыптарды бірінші Python 1 деген яғынан да біздің бірінші курсымыз ғой, иә? Дұрыс айтасыз, иә. Осы Python 1-де егер осы тақырыптарды меңгеріп болғаннан кейін ары қарай жалғаса болады ғой, иә? Міндетті түрде болады. Әркім өз қалауы бойынша, иә? Қалауы бойынша. Мына жерде көптеген мектепшілік бағдарламаның тақырыптарын бітіреміз. Кейбір қиын тақырыптар қалады, әрине. Екі өлшемді массив, одан бөлек графтармен жұмыс, рекурс деген тақырыптар қалады. Соларды мысалы Python 2-нің деңгейіне өтетін боламыз. Файлдармен жұмыс деген сияқты. Ал одан бөлек, получается, жалпы қазіргі таңда соңғы жылдары білім саласына деген құлшыныс, оның ішінде олимпиадаға деген қызығушылық оқушыларда да мұғалімдерде артып жатыр. Бұл мені жаңан таңғалдырады, бірақ та қуантады. Неге? Себебі кезінен бастаған кезде бұл қызығушылық ондай болмайтын қатты. Қазір олимпиадалар да көп. Олимпиадалар көп болған сайын оқушы болсын, мұғалім болсын, сол сайыстарға көбірек қатысалады. Және де сол сайыстар жай ғана сайыс емес. Мысалы, оқушыларға не береді, жаңағы диплом береді, портфолио нетеді, шетелге түсемін десе де, одан бөлек ең басты тәжірибе мен білім жинайды оқушы. Мұғалімнің оқушысы ұтып алса портфолиоға да жақсы, мұғалім ұтып алса да солай. Одан бөлек жалпы осының барлығын ескере отыра, мен осы Python-ды әрі қарай жалғастыра берем. Сіздер ең бірінші кезекте сіздерге осы бірінші курсты өткізіп алайын. Сіздер көңілден шықсын, Алла амандығын берсе. Одан кейін сіздер менімен бірге әрі қарай дамайын десеңіздер, мен сіздермен бірге әрі қарай дамып отыруға әрдайым дайын боламын. Кейін уже сіздермен жаңағы 3-ші деңгей, 4-ші деңгей болған кездері, ол кездер сіздермен бірге ақылдаса жатармыз. Сол деңгейде өткен кезде оны жалғастыра береміз ба, немесе C++-ға көше бастаймыз ба деген сияқты. Өйткені қалай дегенмен C++ ол сондай бір өте пайдалы бір Python өте күшті тіл, көп нәрсеге мүмкіндік береді, бірақ та C++ точный инструмент, және де бұл C++-ның ең бірінші күшті жері бұл олимпиада. Қалай дегенмен де, бірақ та Python-ның өзі республикадан орын алуға әлдеқайда жеткілікті болады. Сұрағыңызға жауап бере алдым деген ойдамын, иә? Иә, бізде тағы бір сұрағым бар. Мысалы, мен мысалы айтып отырмын ғой, 4 жыл осы стажым бар. Келген кезде бұрын енді олимпиадалар тест түрінде болды, сосын сұрақтарды қойды. Мысалы, 2 санның қосындысын табатындай бір Python-да код жаз дей салады. Қазіргі олимпиада есептері бір парақ, өзіңіз білесіз, енгізумен output, inputты енгіз, осындай, ең соңында осындай шығу керек деген секілді. Сондай форматта берілетін болыпты олимпиадалар есептері. Мысалы, айтайын деп тұрғаным, мысалы, ауылдың балалары енді соған сталкиваться етіп жатқаннан кейін оларға қиын болып жатыр. Енді бізден де талап етеді, мысалы, мұғалім ретінде олимпиадаға оқушылар шығар дейді. Мен осы курсқа жазылу себебім сол ғой. Олимпиада есептерін осындай форматта шыққанда қайсыған немеге назар аударуымыз керек деген секілді. Сондай сұрақ. Мен жаңа айттым, бұл курс 3 мақсатта жұмыс істейді. Оқушыларға ұбт, мұғалім мысалы оқушыларды ұбт дайындаймесе, мұғалімнің ПББ тесті, аттестация кезіндегі тесті, және де 3-ші бағыт бұл олимпиада. Және де бұл курстың барысында шығарып отқан 100 есебіміздің барлығы олимпиадалық есептер болады. Барлығы. Бірақ та не үшін ұбт-ға бұл тікелей қатысты? Себебі бұл олимпиададағы есептер шығару үшін ұбт-да білу керек білімді жеткілікті болады. Сол себептен сол білімді үйренеді, және де жай ғана тест үшін түсінбейді бұл нәрсені, шынымен де түсінесіздер, шынымен де бұл практикада қолданасыздар. Кейін ұбт не үшін тапсырасыздар? Мысалы, оқушылар болса араларыңызда университетте IT мамандығын барып оны аяқтау үшін. Ал жақта IT мамандығына барып, ол жақта қиналу бар, одан бөлек ол жақта мысалы дым бітірмеу бар. Оған қарағанда оданша мықты фундаментпен барасыз. Және де осы шығарған есептерінің барлығы оқуда өте күшті фундамент болады. Өздеріңіз уже көресіздер түскен кезде оқушыларға қатысты нәрсе бұл. Сол себептен де осы курс кезінде тек қана осы үй жұмысы 100 олимпиадалық есеп болады. Рахмет, жақсы. Тағы сұрақтар бар ма? Жалғастырайық ендеше. Қараңыздар,
олимпиада болсын, осы курс болсын, жалпы осы курсқа байланысты айтқан нәрсе, қазір жаңағыны алдында айтқандай, білім көзін табу, ақпарат табу оп оңай болды. Яғни қазір бір нәрсені үйренмесеңіздер, интернетте тауып аласыздар, ChatGPT-ден сұрай саласыздар. Қазақ тілінде, орыс тілінде, болмаса ағылшын тілінде тауып алып, Яндекс браузерді қосып қойып, сол Яндекс браузердің компьютердағы Яндекс браузердің синхронный перевод настройкасын қосып қойып, ағылшынша видеоны орысшаға аударып, синхронно астына қазақша субтитр қойып, қаласаңыздар көп нәрсені білуге болады. Мәселе қазір как раз таки қолжетімділікте емес. Еш мәселе емес қолжетімділікте. Қазір бүкіл қолжетімді, бүкіл нәрсе. Мәселе соны жаңағы барып шынымен де жұмыс істеуде, соны шынымен де меңгеруде. Және де как раз таки бұны шынымен де меңгеріп жұмыс істеп қиналған кезде де тастап кетпеу үшін не үшін екендігін нақты білу керек. Менің сіздерге көмегім осы 12 жылда жинаған барлық тәжірибемді, барлық осы ықыласымды сіздерге үйретемін деген. Осының барлығын жинақтап, сіздерге осының бәрін үйрету. Курс барысында 30, мен білмеймін даже, нақты есептемедім, 30-40 презентация болады. Әрбір презентацияға 12 жылғы білім мен тәжірибеден бөлек, әрбір презентацияны жасауға менде 5 пен 8 сағат арасында уақыт кетеді. Мен еще бұны видеосабағын түсіремін, записін жасаймын. Осы ай мен максимально жаңағы сіздерге максимально қызмет атқарамын. Және де менің осы тарапым болады. Бірақ та бір жақты бұл нәрсе болмайды. Мен қолымнан келгенше бүкіл істерге жасаймын. Ал сіздер өз тарапыңызда, өз бетінше күнделікті уақыт бөліп, осы нәрсені үйреніп, және де білмегендеріңізді сұрап, осында группада көмектесеміз. Осы нәрсені бұл сіздердің жауапкершіліктеріңізде. Сол себептен де бұл жерде барлықтарымыз саналы түрде жиналып отырмыз. Бұл нәрсені осы курс біткен кезде барлығымыз өте қуанышпен, өте күшті бір сезіммен осы курсты бітіріп, жаңағы әрі қарай қалғандарыңызбен әрі қарай дами береміз. Яғни бұл жердегі мәселе как раз таки менің мақсатым сіздердің сенімдеріңізді ақтау. Ал сіздердің мақсаттарыңыз түсінікті деп ойлаймын, бірақ та әрқайсысының мақсаттары әртүрлі. Сол себептен бұл не үшін деген сұраққа тағы да бір өзіңіз есепке алып, осы курсты бастайық. Енді кез келген есепті шығару болсын, олимпиада болсын, ұбт болсын, кейін мысалы IT саласында жұмыс істейтін мысалы оқушылар болсын, тағы бұның барлығы фундаментсіз болмайды. Сол себептен біз нөлден бастап не үшін үйретіп жатырмыз? Сіздер бұл тақырыптарды білулеріңіз мүмкін. Бірақ та бұл тақырыптарда білмейтін пробелдар болуы мүмкін, одан бөлек қате түсініктер болуы мүмкін. Ал бірақ та пробелдар және де қате түсініктер болса, бұндай мықты емес фундаментке биік ғимарат салу қиын болады. Бұл қозғалып тұрады былай. Сол себептен де біз бірінші кезекте осы нөлден бастап максимально кезең-кезеңмен бүкіл пробелдарымызды жауып үйренетін боламыз. Екіншіден, код жазу маңызды. Қараңыздар. Видео сабақтар болады. Видео сабақты қарап отқан кезде бізде алдамшы сезім пайда болуы мүмкін. Қандай? Мен бір нәрсені үйреніп отырмын деген. И сол кезде сондай сезіммен сіздер видео сабақты жай ғана қарап қойларыңыз мүмкін. Ал бірақ та шынымен де бір нәрсені үйрену үшін видео сабақты қарап, конспектісін жасап өздеріңіз үшін. Одан бөлек, мен мысалдың өзін, есеп емес, мысалдың өзін көрсетіп жатқан кезде әуелі мысал видео сабақты пробелға қойып, мен өзім шығарып көрейінші деп. Одан кейін ғана барып, жаңағы шығара алмай жатсаңыз, немесе өзін шығарып болғаннан кейін мұғалім қалай шығарды екен деп. Одан үй жұмысы да солай. Подсказкалар да берілген жатыр. Сол подсказкаларды получается пайдаланып, мүмкіндігінше оларды да пайдаланбай, ChatGPT-ға жүгірмей, Gemini-ға жүгірмей, шынымен де өзіңіз еңбектенуге тырыссаңыздар, бүкіл жағдай жасаймыз. Сіздердің маңыздысы осы практика. Видеоны жай ғана қарап отырғаннан білім сіңбейді. Және де бұл ешқандай практикада пайда болмайды. Сол себептен код жазу, практика жасау өте маңызды. Сіздерді осыған шақырамын. Кейін жүйелілік маңызды. Бұл үшін де әйтеуір бізде тобымыз бар, тобымызда күнделікті жұмыс болады, күнделікті жаңағы рейтингта болады, рейтингтен бөлек жаңағы сіздерді ынталандыру, сіздерге барлық жағдай жасау, қолдау көрсету, осының барлығы болады. Осындай бір күшті бір қауымдастығымыз сообщество дейді ғой, бар. Осы жерде 30 күнде өте күшті дамимыз деген ойдамын. Ол үшін сіздерден күніне 1-2 сағат, қайткен күннің өзінде де
күні бойы жұмыс болды, не болды, жарайды. Түнде келіп, хотя бы 1 сағат болсын, жарты сағат болсын, күнделікті уақыт беруге тырысыңыздар. Сол кезде нәтижеге жетеміз. Және де соңғы маңызды момент бұл түсіністіктер, бұл қалыпты жағдай. Сіздер бір нәрсені түсінген кезде қиналуларыңыз мүмкін. Міндетті түрде болады, қате де міндетті түрде болады. Бірақ та бұндай қиындық болған кезде миға нагрузка түседі, ми дамый бастайды осы кезде. Естеріңізде ме, жаңа 3 күндік мысал келтірдім ғой, 3 күн бойы бір есепті шығара алмай шығарған кезде, сол 3 күн шығару барысында көптеген қате жүрдім, бірақ та ол қателіктерден көптеген нәрсе үйрендім. Яғни қиындық болады, сол кезде қиыннан жеңілге сразу жүгірмеңіздер. Өздеріңіз өз саналы түрде на совесть дейді ғой, на совесть жасаңыздар тапсырмаларды. Қиналып жатсаңыздар, әрине көруге болады, разборын да көруге болады, сұрақ та қоясыздар, оның барлығы болады. Бірақ та алғашқы кезекте мүмкіндігінше осы нәрсеге уақыт бөліңіздер. Мысалы, үй жұмысы беріле ме? Мен SMP сайтын не үшін жақсы көремін? Себебі мен есепті оқып аламын да, есептің шартын есімде жүреді да, бос уақыттары анда-мында жүрген кезде, автобуста баратқан кезде, мысалы, немесе бір жаққа жаяу баратқан кезде, тамақ ішіп жатқан кезде болсын, не важно да, не істеймін? Осы есепті ойлап барамын. Шешімін. Сосын арасында компьютерға отырған кезде сол есептің кодын жазып тексеремін. Яғни есеп шығару деген нәрсе бұл андай ғана нәрсе емес. Тек қана жаңағы уақыт бөліп міндетті түрде былай компьютер алдында отыруым керек емес. Жүріп бара жатып та есеп шығара болады. Имейте в виду. Және де мен андай қызықты формат жасағым келіп тұр. Сіздерге бірінші рет жасайын деп тұрмын. Бұл форматты сіздермен кері байланыс аламын. Пайдалы бола ма жоқ па? Әрбір видео сабақтың еще аудио сабағында жасаймын. Мүмкін жаңағы бір жаққа баратқан кезде тоже тыңдауға, бірақ та видеоны в любом случае көрген дұрыс, бірақ та қайталау үшін, өткен сабақтарды қайталау үшін мақсатта мүмкін видео аудионы тыңдап жаңағы сондай бір ой келді бүгін, сол ойымды сіздерден кері байланыс сұрайтын боламын. Енді жалпы мына жерде тағы да мынандай момент бар. Өздеріңіз мұғалім болсаңыздар жақсы білесіздер, бір нәрсені біреуге үйреткен кезде біз ол нәрсені әлдеқайда жақсы түсіне бастаймыз. Яғни айтқым келгені, Эйнштейннің мынандай бір сөзі бар. If you can't explain something simply, it means you didn't get it well enough дейді. Яғни егер де сен бір нәрсені өте қарапайым тілде түсіндіре алмасаң, сен ол тақырыптың түбіне әлі жетпедің деген сөз. Яғни белгілі бір тақырыптарды білуіміз мүмкін, бірақ та оқушыларға түсіндіріп жатқан кезде, мынау былай екен ғой деп өзімізде пайда болады ғой. Яғни айтқым келгені, біріншіден сұрақ қоюға ұялмаңыздаршы. Сұрақты жай ғана қоя салмай, әрине біріншіден видео сабақты қараңыздар, түсінбесеңіздер тағы да бір қарап шығыңыздар, жаңағы түсінбеген моменттерді. Түсінбей жатсаңыздар, ұялмаңыздар, сұрақ қойыңыздар. Ол сұрақтарыңыз барлықтарыңызға жауап беріледі. Мен бармын, менің ассистентім бар. Бірақ та айтқым келгені, бұл сұрақтарға тек қана Нұрсұлтан ағай жауап берсін емес та. Мүмкіндік болса, өздеріңіз де уақыттарыңыз болса әрине. Тоже басқаларыңызға көмектесуге тырысып көріңіздер. Мен бұны өзімнің жұмысымды жеңілдету үшін сұрап отқан жоқпын. Мен міндетті түрде әрбір қойған сұрағыңызға жауап беремін, Алла амандығын берсін. Бірақ та өздеріңіз үшін айтып тұрған қосымша бір осындай нәрсе. Енді ұзын сөздің қысқасы, өмір бойы білім алуға талпыну керек. Қазіргі кезде өте қарқынды бәрі дамып жатыр, сол себептен де осы нәрсенің бәрін білу керек. Және де сонымен қатар оқушылармен біріншіден оқушылардан бөлек өзіңіз сол білімді практикада қолдану керек. Оның бір жақсы жері өзіңіз ұялмай кәсіби конкурстарға қатысу, 0 балл алсаңыздар да қатысу, тәжірибе алу. Бұл қандай конкурс екенін білу, көру. Одан кейін ғана барып сөйтіп үйренесіздер. 0 балл алып қалам, ұят болып қалам деп қатыспасаңыздар, сіздер ол тәжірибені жинамайсыздар. Сөйтіп бұл не, бұған қалай дайындалу керек екенін сұрақтарыңызға жауап таппайсыздар, бір деңгейде отыра бересіздер. Сол себептен де осы үйренген нәрсемізді бір айдан кейін міндетті түрде конкурсқа қатысып тырысыңыздар. Одан бөлек жаңағы үздік IT ұстаз конкурсы басталып жатыр. 30 қаңтар болады бірінші пробный отборочный этапы. Оған да қатысыңыздар. Екінші этап бар, үшінші этап бар. Ол мәліметтерді сіздермен бөлісіп отырамын. Оқушы болсаңыздар да
осы сайттарға қатысыңыздар. Мұғалім болсаңыздар да оқушыларды осы сайттарға дайындап қатысыңыздар. Практика өте маңызды. Біздің аталарымыз Алладан тілеген кезде пайдалы білім тілеген. Жай ғана білім емес, пайдалы. Қандай пайдалы? Практикада қолдана алатын. Бірінші кезекте өзіме, екінші кезекте басқаларға пайдасын тигізетін білім. Өйткені кез келген жақсылықты адам өзінен бастау керек. Адам өзіне пайдалы бола алмаса, ол басқаларға қалай пайдалы бола алады деген сұрақ қой. Және де кейін как раз таки осы тәжірибемен басқалармен бөлісу. Жалпы осы тағы да көрсететін бір дүнием бар. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ сұрақ. Әзірге барлығы түсінікті, рахмет. Так, енді сіздерге жалпы бірінші сағат болғандықтан Python тілін түсіндіріп шыққым келді. Python тілімен танысайық. Тағы да бір 20 минут уақыттарыңызды аламын. Сәл 1 сағат емес, 1 сағаттан асып жатыр. Бірақ та алла жазса, бұл жерде именно бірінші сағат өте маңызды. Не үйреніп жатырмыз, не үшін үйреніп жатырмыз, қалай жұмыс істейміз. Сол себептен де кейбір моменттерге көбірек тоқталып жатырмын. Бірақ та алла жазса, бұның барлығы шын көңілден, шын жүректен шығып жатыр. Сіздердің де жүректеріңізге жетіп жатыр деген үміттемін. Енді жалпы компьютерлік бағдарлама деген не? Компьютерлік бағдарлама бұл компьютерге арналған нұсқаулар, яғни алгоритм да. Мысалы, Телеграмда басқан кезде программаны аш, одан кейін мынау топты басқан кезде сол топты аш, сообщение жазып enter басқан кезде сол сообщение жібер. Бұл нұсқаулар тізімі. Әрі қарай бұл нұсқауларға әртүрлі нәрселер жатады. Пернетақтада бір ақпарат теру, ол ақпаратты компьютерға енгізу, экраннан бір нәрсені шығару, немесе бір есептеулерді жүргізу. Компьютерлік бағдарламаларға көп нәрсе жатады. Ол біздің операциялық жүйемізде жатады, браузерымызда жатады, Telegram, яғни Telegram приложениесі жатады. VS Code деген питонды осы VS Code'та да үйренуге болады, және де жазып үйренуге, немесе онлайнда үйренуге болады. Екі жолын көрсетеміз, қайсысын қалай сонымен жұмыс істейсіздер. Microsoft Word ол, в принципе, мәтіндік редактор, Photoshop ол фоторедактор, жалпы осы. Енді ал бағдарламалау тілдер деген не? Бағдарламалау тілдері как раз таки осы компьютерлік бағдарламаларды жасайтын бағдарламалар. Бұлар не істейді? Бұл компьютер нұсқаларды түсінуі және орындауы үшін бекітілген ережелер жиынтығы деп осылай қысқа нұсқа анықтамасын бердім. Яғни біз әуелі осы компьютерға берілетін нұсқаулықтарды түсініп, компьютердің тілінде оған түсіндіреміз, орнатқыздырамыз. Және де осы нәрсе арқылы біз не істейміз? Бағдарлама жасаймыз. Яғни басқаша сөзбен айтқан кезде бағдарламалау тілі, мысалы, ол бізде қазақ тілі болсын, ал бағдарлама ол бізде абай жолы болсын. Шығарма. Яғни мынау тіл, осы тілдің произведениесі дейді ғой, шығармасы, шыққан дүниесі, туындысы не болады? Бір кітап болады, бір томдық жаңағы не еңбек болады, тағысында. Түсіндіре алдым ба? Осы бағдарлама тілінде жазылған мәтін, ол бізде компьютерлік код болады. Түсінікті деп ойлаймын бұл нәрсе, иә? Түсіндіре алып тұрмын ба? Сұрақтар болса айтып отырыңыздар. Қаншалықты түсіндіріп алдым? Түсінікті, рахмет, иә. Енді бағдарлама тілдерінің түрі бар, Python бар, C++, C#, JavaScript, Java, PHP. Біз сіздермен Python'ды өтетін боламыз. Python'ның шығу тарихы. Python'ды Ван Ростом деген осы жігіт ойлап тапқан, ол өзі голландец, және де осы Monty Python's Flying Circus деген телепередача болады. Осы телепередачадағы Python деген жаңағы сөзді алып, осының құрметіне жаңағы осы Python'ның атауын берген, өзінің ойлап тапқан бағдарламалау тіліне. Python осындай қызықты шыққан тарихы бар. Және де кез келген бағдарламалау тілдері екі негізгі түрге бөлінеді. Ол компиляцияланатын, компилируемый дейді орысшасы, және интерпретацияланатын, compiled и interpreted. Яғни компиляцион деген не? Ол біздің жазған бағдарламалық тіліміздегі код, біздің бағдарламалық код не істейді? Машиналық кодқа айналады, екілік кодқа айналады. Егер де сіз C++-та код жазып көрсеңіздер, оны сохранить етіп іске асқан кезде, бізде жай ғана ол файл емес, ол файлдың жанына exec шығады, .exe деген файл шығады.
сол .exe деген файл бұл уже тек қана 1 мен 0-ден тұратын компьютер, тек қана 1 мен 0 түседі ғой, екілік санау жүйесі. Бұл тақырыпты қазір қозғамай ақ қояйық, жалпы айтқаным. Сол 1 мен 0-ден тұратын екілік санау жүйесіне жазылған машиналық код. Және де бұл exe шығу үшін жаңағы осы бүкіл кодты жаңағы полностью қарап шыққаннан кейін ғана барып шығаратын дүние. Ал интерпретациялатын ол бізде қандай нәрсе? Ол бізде интерпретатор, ол бізде аудармашы сияқты қызмет атқарады. Және де ол полностью бағдарламаны тексеріп шығып, жаңағы exe файл шығармайды. Ол бізде әр бағдарламаны қосқан кезде бірінші жолды, одан кейін екінші жолды, одан кейін үшінші жолды біртіндеп орындайды. Бастап соңына дейін тексеріп шығып, барлығы дұрыс, немесе қате болса қатесін айтып, одан кейін ғана барып іске қосылса, бұл бізде компилируемый. Ал интерпретируемый ол бізде қате болған күннің өзінде де ол бағдарлама қосылады. Және де бастан бастап қате жолыққанға дейін біртіндеп сол кодты орындай бастайды. Бұл бізде интерпретируемый, яғни интерпретацияланатын. Бұған бізде Python тілі кіреді. Мысалын көріп отырсыздар, иә? Енді бұл нәрсе қандай артықшылығы бар? Әрбір түрдің қандай артықшылығы, қандай кемшілігі бар, осыны сіздермен танысатын боламыз. Және де Python бағдарламалау тілі халықаралық деңгейдегі олимпиадаларға не себепті яғни қатты жарамайтынын үйренеміз. Бірақ сонда да біз не үшін міндетті түрде Python'дан үйренуді бастауды және де Python'ды мықты меңгеру керек екендігіміз деген сұраққа жауап береміз. Енді Python бізде C++ға қарағанда жадыны көбірек жейді. 4 есеге дейін көбірек компьютердағы памятын жасаған программа жеп қою мүмкін. Бірақ та бұл жаман дүние ма? Бір көргенде жаман болып көруі мүмкін. Олимпиада үшін бұл әрине жаман. Бірақ та бұның бір себебі бар. Мәселен, Python бұл өте икемді тіл. Неге? Өйткені өздеріңіз білесіздер. Біз мысалы егер де Pythonмен жұмыс істеп көрсеңіздер, бір айнымалымен жұмысты бастаған кезде бұл айнымалы бізде мәтін немесе бұл бізде сан деп оған түсіндіріп жатпаймыз. Ол өзінің мәніне қарап, ол өзінің типін автоматты түрде түсініп алады. Одан бөлек, мысалы C++ тілінде длинная арифметика деген бар. Мына жақтан қазір не істейінші? Қалай? Так. Big int class. Big. Қараңыздар. Именно үлкен сандармен жұмыс істеу үшін C++ тілінде біз мынау кодты жазып шыққаннан кейін ғана барып біз үлкен сандармен жұмыс істей аламыз. Ойлаңыз, қараңыз C++-да қандай. Ал Python'да бұл нәрсені автоматты түрде үлкен сандармен қарапайым түрде жұмыс істей береді. Оған біз бұл 200-ден астам жол кодты жазу шарт емес. Неге? Өйткені бұл қарапайым, үйренуге жеңіл нәрсе. Осы қарапайымдылығы мен икемділігінің кесірінен деуге болады. Ол жадыны көбірек жейді. Өйткені бүкіл жерде баланс бар. Дүние жүзіндегі ең мықты мамандық қандай деген кезде бүкіл адамзат бұл сұраққа бірдей жауап бермейді. Неге? Өйткені кез келген мамандықтың, кез келген дүниенің артықшылығы да бар, кемшілігі де бар. Сол сияқты кез келген бағдарлама тілінің де артықшылығы бар, кемшілігі бар. Осы артықшылығы үшін кемшілігі пайда болады, осы кемшілігі үшін артықшылығы пайда болады. Бір-бірімен байланысты дүние. Яғни Python бізде икемді тіл, оңай тіл, қарапайым тіл, бірақ та бұның кері жағы жадыны көбірек жейді. Түсіндіре алдым ба? Яғни түйінсіз, Python бұл компьютердің жадын кодтың икемділігі мен бағдарламашының еркіндігі үшін айырбастайтын тіл. Осы нәрсені түсіндіре алдым ба? Кері байланыс беріп отырсаңыздар. Экран көрініп отыр, барлығы нормально ма? Все.
Енді ары қарай кеттік. Python C++ға қарағанда баяуырақ жұмыс істейді. Екі есе баяу жұмыс істеуі мүмкін. Бірақ та республикалық деңгейге дейінгі сұрақтарда бұл баяулық қатты сезілмейді, почти сезілмейді деп айтса да болады. Әрине, бірақ та кейбір қиыншылықтар сезілуі мүмкін. Соңғы кездері, тем более жалпы олимпиада деңгейлері республика бойынша артып отқаннан кейін облыстық деңгейінің өзінде мүмкін Pythonмен кейбір есептер шығаруға толығымен келмейді 100%-ға. Бірақ та сонда да Pythonмен осы есептерді шығарып, облыстан орын алып, бірінші, екінші орын алып, республика өтіп, ол жақтан да жақсы нәтиже көрсетуге болады. Бірақ та дегенмен баяуырақ жұмыс істейді. Неге? Себебі как раз таки Python бұл бізде интерпретация тілі. Ол кодты жұмыс істеген кезде ол бір тілде барып жұмыс істейді да. C++ не істейді? Бүкіл кодты алдын ала жаңа оқып алады, түсініп алады. Кейін бұл кодты екінші рет уже запускать еткен кезде уже болды, тез жұмыс істей бастайды. Мынау олай емес. Бұл кемшілігі. Бұның артықшылығы неде? Python бұл кросс-платформенная, платформа независимая язык программирования. Яғни платформаға тәуелді емес. Ол Windows'та да, macOS'та да, Android'та да, iOS'та да бүкіл жерде жұмыс істей береді. Неге? Өйткені бұл интерпретируемый орысшасы. Қазақшасы интерпретацияланатын тіл. Яғни неге? Себебі интерпретатор бізде аудармашының қызметін атқарады. Ал аудармашы болсаң, сен любой компьютермен тіл табыса аласың. Бұл бір жағы. Екінші жағы, бұл кіріктірілген скриптік тіл, яғни встроенный скрипт қызметін атқарады. Яғни біз C++ программасының ішіне бір бөлігіне Python дегіз аламыз. JavaScript-тің бір бөлігіне Python дегіз аламыз. Яғни сонымен де C++-тің JavaScript-тің жасай алмай жатқан, немесе жасауға қиын болып жатқан дүниесін Python арқылы шешіп жеріп бір бөлік ретінде қолдана аламыз. Осындай бір икемді максимально күшті тіл. Бірақ та бұл осылай икемді әртүрлі платформаларда, әртүрлі жаңағы бағдарлама тілдерінің істеріне жұмыс істей алу үшін бұл қандай тіл болу керек? Интерпретируемый тіл болу керек. Ал бұл интерпретируемый тіл болу үшін бұл немене? Бұл баяуырақ жұмыс істейді. Яғни компьютер жадының кішкене бөлігін бағдарламашының алтын уақытын үнемдеу үшін айырбастаймыз. Яғни компьютер жадының емес, бұл жерде қате жазып кеттім, уақытын. Бұл бағдарлама орындалған кезде мүмкін баяуырақ орындалады, бірақ та бұл бағдарламаны жазу, бұл программаны, бұл продуктыны шығару код барысында әлдеқайда тез болады да. Сол себептен де заманауи талап бойынша, яғни осы нәрсеге көбірек назар аударады. Python қазір көптеген салаларда, осы атылған екі кемшілігіне қарамастан көптеген салаларда жұмыс істейді. Не үшін екенін қазір тоқталамыз. Неліктен біз бәрібір Python'ды таңдаймыз? Бірінші кезекте үйренуге жеңіл тіл. C++-та жұмыс істеп көрсеңіздер, ол жерде қарапайым A+B-ның өзіне 1040 қате жіберуге болады. Python'да оны қате жіберу қиын. Сол себептен де C++ тілі өте қиын, үйренуге болмайды деп тұрған нәрсе емес. Просто ол да белгілі бір подходта, в принципе, спокойно әрқайсыларыңыз үйрене алатын тіл. Бірақ та все-таки Python C++-ға қарағанда жеңілірек. Одан бөлек Pythonның 10 мыңдаған библиотекалары бар. Яғни дайын құралдары. Велосипедті жаңадан ойлап табу, изобретать велосипед керек емес, не нужно. Яғни жасанды интеллектпен жұмыс істеу үшін, мысалы компьютерға видеода болып жатқан нәрсені, не бар видеода, осы бәрін үйрету үшін сіз информатиканы шетелде мықты университеттерде оқып, кейін мыңдаған, ондаған код жазып қажет емес. Елдің жазған дайын кодын библиотеканы орнатасыздар, импорт жасайсыздар, бір 5-6 жолда уже қолданып кете бересіздер. Яғни Pythonның күшті артықшылығы басқаның кодын өзіңізге алып, өзіңіз осындай дүниелерден қарапайым болып көрінгенмен өте күшті нәрсе жасай аласыздар. Яғни түсінуге қарапайым, мүмкіндігі шексіз. Неге? Өйткені ол
жасанды интеллект, data science, осындай күрделі нәрселерді жеңіл басқаратын құрал. Неге? Өйткені дайын құралдар өте көп. Адамдар ойлап тапқан аласында қолдана береді. Бұл әрине олимпиадаға қатысы жоқ. Олимпиадада бұл дайын құралдарды қолдануға болмайды. ұбт-да бұл дайын құралдармен жұмыс етақта үйретілмейді. Бірақ та Python'ды өзіңіздің жаңағы әрі қарай дамып, ғылыми жоба болсын, одан бөлек жаңағы веб-приложениялар болсын, IT мамандығыңызда қолданамын десеңіздер, осындай болашақта күшті мүмкіншіліктер бар. Не себепті Python көшбасшы? Жылда Stack Overflow деген сайт, бұл сайт бүкіл IT-лердің әсіресе ChatGPT пайда болмай тұрып отыратын, және де бұл сайт жұмыс істемей қалса, шынымен де ешкім жұмыс істемей шетелде барлығы бар кофе ішетін сайт болған. Өйткені бұл жерде программистер бір-бірімен сұрақ қойып, сұрақ тауып, жаңағы бір-біріне көмектесетін сайт болған да, форум. И осы сайт жылда рейтинг шығарады. Осы рейтингта Python тілі жылда өзінің танымалдылығын артып жатыр. Қазіргі таңда ол 4-ші тұр, және де соңғы жылдың ішінде ең көп танымал болған осы. Ең көп танымалдылығы артқан тіл. Және де бұл тренд әрі қарай жалғасады. Python'ның меңгерсеңіздер көптеген жол ашады шынымен де. Енді себебі неде? Өйткені Python арқылы веб-программированияны үйреніп, бэкэнд болсын, немесе веб-приложениялар болсын жасауға болады. Жасанды интеллект, машиналық оқыту, нейрондық желілермен жұмыс істеуге шынымен де болады. Өте қатты қиын дүние емес, егерде Python'ды меңгерсеңіздер. Болашақта, в принципе, осы деңгейге өткеннен кейін ғылыми жоба болсын, осындай проекттер болсын, сіздермен тоже үйренетін боламыз, егерде желанияларыңыз болса. Әуелі, в любом случае, базаны мықтылап орнатып алу қажет. Деректер қоры, қазір Big Data дейді, деректерден көп дүние жоқ. Аз дүние, не дұрыс айтпадым. Деректерден көп дүние жоқ. Яғни, деректер өте қазір маңызды. Және де осы деректерді өңдеу арқылы әрбір бизнес өзіне шынымен де болашаққа стратегия құруға мүмкіндікке ие болады. Мықты стратегия құруға. Сол себептен деректер өте маңызды. Және де осындай күнде қаншама дерек шығып жатқан кезде, дерек дегеніміз не? Инстаграмның өзінде сіз кімге подписка жасағансыз, одан бөлек сіз қандай контент қарайсыз, қандай темалармен қызығасыз, жасыңыз нешеде, сізге өткенде бір апта бұрын қандай видео ұнады, соның барлығы деректер, осының барлығын қорытып, сізге не береді Инстаграм? Рекомендацияда осындай видеоларды қара деп береді. Ал бұл именно Инстаграмның осы алгоритмический машин learning дейді, машина обучениеда не жатыр? Python жатыр. Одан бөлек қазіргі дүниеде роботизация, автоматизация өте қарқынды дамып жатыр. Кез келген роботизация, автоматизацияның көбісінде, кез келгенде демей, көбісінде Python жатыр под капотом. Және де интеграция, яғни интеграция деген не нәрсе? Белгілі бір платформаға немесе уже басқа бір бағдарлама тілінің мүмкіндіктерін арттыру үшін интерпретированный язык дедік қой, жаңағы сол себептен де интеграция жасауға болады. Басқа тілдермен, басқа бағдарлама тілдермен олардың мүмкіндіктерін арттыру үшін қолданып кетуге болады. Қай жерде шектеулі мүмкіндіктері? Операциялық жүйе мысалы жасаған кезде Python ешқандай қолданылмайды. Өйткені операциялық жүйе компьютердің ең басты программасы, компьютер жұмыс істейді. Компьютердің операциялық жүйесі бұл бізде не болу керек? Өте тез бағдарлама болу керек, өте эффективный бағдарлама болу керек. Жадыны да тиімді қолдану керек. Сол себептен де операциялық жүйелерде ядромен тікелей жұмыста, драйверлермен тікелей жұмыста Python қолданылмайды. Неге? Өйткені C++ әлде қайда тиімдірек. Енді уақыт өте критичный болған уақыт кездерде Python қолданылмайды. Яғни олимпиадада қолданылмайды, немесе қаржылық биржа жүйелерінде қолданылмайды. Өйткені әрбір миллисекунда өте маңызды. Күрделі 3D ойындарда неге? Өйткені жадыны көп жетпейді. Бірақ та полностью қолданылмаса да определенный бір нәрселеріне қолданылады. Неге? Өйткені интеграция мүмкіндігі бар. Және де мобильді қосымшалар үшін көбінесе Android-қа жаңағы өзінің бағдарлама тілдері, iOS-қа өзінің Swift сияқты бағдарлама тілдері қолданылады. Және де бірақ та Python арқылы веб-приложение жасап, кросс-платформенный приложение жасауға болады. Жалпы осы. Қорытындылай келсек,
Python тілі бұл швейцарский нож сияқты, яғни көптеген нәрсеге жарай береді. Және де жай ғана жарамайды, бұл шынымен де универсальный, қазіргі уақытта өте өзектілігі мен танымалдылығын ай сайын, жыл сайын арттырып келетін өте күшті құрал. Сол себептен де қазір осы Python тілі өте маңызды. Сіздер осыны бастайын деп жатсыздар. Мен сіздерге осы Python не үшін үйренуім керек деген сұрақтарға қосымша жауаптар іздеп жатырмын. Осы жауаптар сіздерге қызықты болса, өздеріңізге түртіп алыңыздар. Себебі неге? Бұл курсты не үшін оқып жатырмын деген нәрсе өте маңызды дедім. Осы нәрсені шынымен де өздеріңізге есеп беріп, шынайы түрде жауап бере білуіңіз қажет. Енді қолданысты жасанды интеллект, деректермен жұмыс, веб-жобалар, автоматизация, осының барлығы. Түйінсіге келетін болсақ, алайда компьютердің процессорымен тікелей жұмыс істеу, немесе аса жылдам ойындар, немесе аса тиімді бағдарламалау жасау үшін бұл құрал келмейді. Неге? Себебі қарапайым, біз мысалы тамақ жегеннің өзінде бізде, яғни суп ішетін, жаңағы сорпа ішетін қасығымыз болады, десерттің өзінің бөлек қасығы болады, одан кейін вилка болады, вилканың басқа түрі болады, пышақтың бірнеше түрі болады. Жалпы айтамын да, мысалы ресторанда басқа жерде отырған кезде. Неге? Өйткені әр құралдың еріккендік емес қой бұл нәрсе. Әр құрал басқа нәрсеге тиімдірек. Мен мысалы бүкіл тамағын бір ғана қасықпен жей аламын ба? Жей аламын. Бірақ та полностью ыңғайлы бола ма? Мүмкін болмайды. Сол сияқты да бұл қасық сияқты. Мен қасықпен де көп нәрсені мысалы жеп кете аламын. Бірақ та кейбір определенный нәрселерге все-таки вилка қолданған ыңғайлырақ. Яғни айтып келген осы. Бірақ та Python өте универсальный, өте әмбебап құрал болып табылады. Және де осындай бағыттарға қазіргі кезде бұл өте қазіргі жанып тұрған бағыттар ғой. Дамып тұрған, жанып тұрған, барлығы өзекті болып тұрған бағыттар. Осыған есігін теуіп кіруге жол ашады да Python тілі. Жалпы сабақтың соңы. Ұйықтап қалмадыңыздар ма? Жоқ. Барынша мұқият тыңдадым. Өте көп жігер сондай алдым. Құлшыныс артты одан әрі. Супер. Сапалы, пайдалы білім болсын бәрімізге. Сәттілік. Әмин, рахмет. Аха. В принципе, сабағымыз болды. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Сұрақтар әртүрлі болуы мүмкін. Одан бөлек жалпы сіздермен осылай апта сайын кездесіп кезде сұрақтарыңыз, мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, сұраудан ұялмаңыздар. Сіздің сұрауыңыз арқылы басқа адам да сол сұрағына жауап табады. Сол себептен де сұрақтарыңызға уақыт бөлейік, бар ма екен? Ертең бізде дүйсенбіде сабағымыз басталады, иә, уже? Иә. Ертең мен кешке дейін сіздерге уже видео сұрақтар жібере бастаймын. Әр дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күнара жаңа тақырыптар аптасына үш рет жіберіп отырамын. Қолымнан келгенше ертерек жүруге тырысамын, бірақ та в целом сол күндері кешке дейін әрбір тақырыпты жіберіп отырамын. Мәселе неде? Дайын видео сұрақтарым бар, бірақ та мен сіздерге арнайы қайтадан жасап жатырмын бұл материалдарымды. Сол себептен именно максимально бұдан кейін бұл курсқа қайта оралмайтындай, бұл курсты жаңағы IT саласынан да болсын, кез келген жерге қолдана алатындай бір универсальный курс жасағым келіп жатыр. Сіздермен бірге, сіздердің арқаларыңызда осы курсты мен жаңағы сіздерден бір қадам алып отырып осыны жасайтын боламын. Сұрақ қойса бола ма? Иә. Презентацияларды былай біз нетпейміз, только көруге да? Мен оның барлығын ойластырамын. Получается, біріншіден видео сұрақтардың барлығы болады, видео сұрақтардың өзіне презентациялар да болады. Видеолардың ішінде. Бірақ жалпы презентациялардың өздерін сіздермен бөлісудің бір жолын мен қарастырамын тоже. Рахмет. Яғни өздеріңіз түсініп бұл авторлық дүние, бірақ та қолымнан келгенше, в принципе, мен ойланып көрейін. Өйткені бұл нәрсені мен мазалап жүр, бұл сұрақты, өйткені мұғалім ретінде түсінесіздер, бұл нәрсені қолданғыларыңыз келетініңізді. Бір жаңа әрбір сізге көрсеткен осы презентацияны мен 5-6 сағат кеткен шығар жасауға. Яғни бұдан кейінгі слайдқа 7-8 сағатым кетті. Яғни айтып келгені
шынымен де күшті бір дүние, және бұл шынымен де менің жеке еңбегім, бірақ та сіздермен де бөлісуге тырысамын максимально. Бірақ та бұл еңбегімді тоже бір жағынан өзімнің авторлық құқығым бар, ол жағы да бар да. Екі жағын ойластырып, барынша сіздерге қолымнан келгенше көмектесемін, иә? Иә, дұрыс қой, сіздің авторлық бағдарламаңыз мысалы ол басқа жаққа да кетіп қалуы мүмкін. Ойластырамын, мүмкін именно басқа жаққа кетпейтіндей тек қана сіздермен бөлісіп алатын. Бізде ол Дұрыс. түсінеміз ғой оны, просто бізде де ертең чтобы сабақта бірдемеде қолдануға өзімізге ғой. Түсініп отырмын, бірақ та қазіргі жағдайда түсініп тұрмын, иә. Ол жағында мысалы көрсетемін, үйретемін, мысалы мына презентациялар жасаған кезде жасанды интеллект қалай қолдануға болады. Қазір презентация жасау менің өзім мысалы әрине мына нәрсені в принципе системный түрде, жүйелі түрде мына презентацияларға келдім, бірақ та мен презентациялар жасауды ең жек көретін дүнием. Ал қазір жасанды интеллект бұл нәрсені өте оңайлатып жатыр. Бұл тәжірибемен де сіздермен бөлісіп отырамын арасында. Жалпы апта сайын кездескен кезде тек қана өткен аптаның жаңағы несін ғана емес, өткен аптаның қорытындысын және сол аптаның контестін талдауын ғана емес, сіздермен осылай кішігірім жаңа тақырыпты сіздермен бөлісіп отыратын боламын да, пайдалы болсын деген ниетпен. Осы жалпы. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма екен? Әрбір тақырыпты бекіту үшін есептер беріп отырасыз ғой, иә? Иә, жақсы сұрақ. Рахмет қой сұрағыңызға. Аптасында 3 тақырып болса, әр тақырып бойынша орта есеппен 7 есеп беріліп отырады. Сонда аптасына орта есеппен 20 мен 25 есеп арасында шығарып отыратын боласыздар. Жақсы. Сабаққа алдын ала дайындалу үшін сіз берген платформаны жүктеп қоюымыз керек пе? Ол бойынша именно қандай платформа, қалай, тағы бұл нәрсені получается не істеймін. Тоже видеосақ кішігірім жіберемін. Айтпақшы жаңағына бір сұрақ болған еді. SMP сайтына біз тіркеліп қойдық, ол кезде не істейміз деген сияқты. Ол кезде де настройкаға кіріп, бір-екі нәрсені өзгерту керек болады. Ол нәрсені де видеоға түсіріп сіздерге жіберемін. Бұл нәрсе не үшін керек? Сіздердің барлықтарыңыздың прогресстеріңізді күнделікті мониторинг етіп отыру үшін керек. Иә. Ал бізде өзімізде Python емес тұру керек қой енді. Иә, мысалы есепті. Pythonның ең оң жолын да көрсетемін, жаңағы сайттан ашып жұмыс істей беретін. Одан бөлек жаңағы программаны жүктеп алуға да болатындай жолын. Басында именно не істемес үшін сайтпен жасай беріңіздер. Сайтты жіберемін. Ал келесі апта сол жаңағы VS Code деген бар. Қазір бүкіл бағдарламашылар қолданатын, сол ортаны қалай орнатып, сол жақтарын көмектесетін боламын. Жақсы. Алдын ала жіберіп қоясыз ғой, чтобы біз дайындап кейде. Ол емес, бүкіл материалдар беріп отырамын, тем более чатта да бармыз, сұрақтар қойсаңыздар, Жақсы. Рейтингтің бәрін қарап отырасыз ба сонда? Рейтинг. Иә. Бірінші апта әуелі бастайық, сіздер үйреніңіздер. Бірінші аптадан кейін потихоньку уже рейтингтарыңызды шығарып, сіздермен де бөлісіп отырамын. Мәселе не үшін? Андай кішігірім бір алдарт болсын, сіздерде біріңізден жарыс ретінде болсын, жаңағы бір мотивация ғой қосымша сіздерге. Жақсы, иә, дұрыс. Рахмет. Жалпы осы тағы да сұрақтар бар ма? Мен сұрайын деп тұрған, бізде мысалы біздің группада оқушылар да бар, мұғалімдер де бар, иә? Сонда оқушылар емес, бірақ та бар, иә. Бізде ортамызда отыра береді ғой, иә? Ортамызда отыра, негізінен мынандай нәрсе ғой, бірінші рет бастап отқаннан кейін мұғалімдерге деп ойлағам, бірақ та оқушыларда 3-4 оқушы қосылды. Оларға жоқ дей алмадым, және де мен андай да келесі потоктарда максимально бөліп отыруға тырысамын, бірақ та пока бөле алмадым мен. Өйткені бұның бәрі еңбек, енді қарайсыздар, бірақ та айтқым келгені, мен өзім шынымен де оқушылармен үйренбек түгіл, мен оқушылардан үйренгенмін. 8 сыныптан үйренгенмін. Сол себептен өтініш, әріптестер, ұялмаңыздар. Мына жақта мысалы 2 ғана әріптес сұрақ қойып отыр. Оқушылар болса, сіздер де мұғалімдерден ұялмаңыздар. Мына жақта қандай орта? Бір-бірімізге пайдаланайын деген ортада. Сол ғой. Кейде ұялып қаламыз. Олар мүлдем кедергі емес мен үшін. Білімді үйрену, білімді сұрау, ол да маған мүлдем ұят емес. Мен бар болғаны күш білімде деген позициямен жүрем. Сіз сұрап отырсыз, мен байқап отырмын оны. Иә, мысалы. Қажет қызыққан сұрақтар сұрап отырсыз деген ғой уже. Бірақ та айтқым келгені,
Мынау тікелей эфирларымыз өтініш максимально монолог болмасын, максимально диалог форматында өтсінші. Сіздер де қатысып отырыңыздаршы барыңызша. Барлықтарыңызға, жаңағы тыңдап отқандарыңызға, сұрақ қоймай отқандарыңызға, құлақтарыңызға алтын сырға деймін. Жалпы осы уақыт бөліп, жексенбі күні уақыт бөлгендеріңізге көп рахмет. Алла жазса, енді мен әрі қарай сіздерге курстың дайындығын жалғастырайын. Ертең жаңағы бастаймыз, уже Алла амандығын берсе. Жалпы осы кері байланыс. 24 бала бар екен, 24 оқушы. 28 ба, 30-ға жақын. Осыдай. Жақсы, бәріміз қатысып отырсақ жақсы енді. Рахмет. Аха. Жарайды енді, в принципе, сіздерден группада активность, жаңағы бір-бірімізге не істеп тұрайық, барынша поддержка жасап отырайық. Жақсы, рахмет. Ал амандықта болайық, тогда. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Ертеңге дейін.